Құрметті қазақстандықтар, барлықтарыңызға ыстық Гуанчжоудан жалынды сәлем. Бүгін біз осы Қытайдағы халық медицинасының емханасындағы профессор Зулпқар бауырымызбен және Ардақ ханыммен кездесіп отырмыз. Зулпқар бауырымыз профессор осы Қытай народный медицинасында және институтте сабақ береді. Жалпы өздеріңіз білесіздер, Қытай халқының, Қытай мемлекетінің тарихы тереңде жатыр, медицинасы да тереңдеп жатыр. Мыңдаған жылдар көп адамдар осы Қытайға келіп емделеді. Мына табиғаттың беріп отырған осы шөптермен емдейтін заттардың барлығын осы Қытай шығарады. Соның бірі бізге бүгін жақсы сәт туындап отыр. Осы профессордан осындай қазіргі таңда хит болып жатқан тмд мемлекетінде, Европа, Америка мемлекетінде жақсы сатылып жатқан сабындардың түп тамыры қайдан шыққан және ол бізге қандай ем қасиетін беретін профессордың өзінен сұрайтын боламыз. Қош келдіңіздер бүгінгі біздің кездесуімізге. Зулпқар мырза, Ардақ ханым, жалпы бұл сабынның тарихы қайда жатыр, рецептісі қайдан келді ойыңызға? Yaxşımızlar köpçülük. Ekran arqalıq sizlər bilən yüz görüşkənimdə intihanı xoşalman. Bu nəhayət bir yaxşı sual oldu. Bu hər qandaq bir nərsinin kəp çıxış mənbəsi həm tigi buldu. Onda qalsa, muşu biz işləb çıxarğan muş məhsulatının tigi, bunun mənbəsi nədən kelgan degəndə ən avval mən tunuşdurub ötdüm. Mən özüm bir doktor. Енді Ардақ ханым, сіз осы сабынның рецептісін алғаш сізге таныстырған болатын. Сіз осы сабынды алып, өз брендіңізбен қазір нарыққа шығарып сатып отырсыз. Сіз болмасаңыз, бұл сабынды ешкім білмес еді. Сондықтан осы профессор өзі ұлты ұйғыр болғандықтан біз енді қазақ болып кейбір сөздерін түсіне бермейміз. Сіз осыны аударып берсеңіз. Сонда бұл кісінің айтқаны, әзіргі әйелдер ауру болсын, мейлі қандай болсын, больницаға барып, врачқа барып, емделіп, үйтіп жүгіріп, былай барып келу қолайсыз болғандықтан, осындай біз тауар арқылы жасап, әр адамға қолайлық жаратып жатырмыз деп солай айтқан. Бұл сабынның құрамында мына жерде шөптерді көрсеткен екенсіздер, ингредиенттерін. Осы жерде 7 шөптің түрі бар. Қандай шөптер және бұл шөптер қайда өседі, сол туралы айтсаңыздар. Бұл шөптер өсімдікке кеп шықшы, бұл 7 xil çöpke, bu nerede üstüdü, qanday keldi? Əmdi əmmanlarga ayan bulaq mı bu əmdi Jungo memleketide bulanın bu tibabetteki tarixi intayın uzun hem medeniyet arlıqta. Мына жерде профессор ұйғырша сөйлеп жатқандықтан, біз дұрыс түсінбегендіктен сіздерге тез айналдырып қысқартып жібердік. Аудармасын тыңдайық. Біз түсінгеніміз бойынша осы 7 өсімдік әр жерде өседі. Бір өсімдік өсетін жерде ол өсімдік басқа жерде өспейді. Біреуі климаттары әртүрлі, біреуі ылғал жерде өседі, біреуі құрғақ жерде өседі, біреулер талдың арасында, біреуі орманда өседі. Осы 7 өсімдікті 7 жерден теріп, сол жерден бір өнімді шығарып отыр осындай сабындарды. Енді келесі менің сұрағым, мына жерде қорабында жазылған екен, бұл сабынды қолданған кезде әйел адамдардың қынабын тарылтады, және де денедегі жағымсыз иістерді кетіреді деген екен. Және де кейбір жараларды да емдейді деген екен. Сол жөнінде толығырақ айтып жіберсе. Muşun xüsusiyyətləri doğruluq bayanmandı. Əmdi bu məhsulatın əmdi asaslıq verdiğən təsiri qız ayollara. Бұл кісінің түсіндіргені болса, әйелдердің бұлшық етін тарылтатын, одан кейін выделение болады ғой, әртүрлі түсте келетін, мысалы иістеніп келетін, әртүрлі бір жағымсыз бір түсіне оқсамастығынан бұл иісі де оқсамай болып келеді, сондайларға көмектеседі. Енді бірі болса, бұл ағартады. Әртүрлі жағдайлар себебінен бір қарайып қалатын түсі бір енді білінеді ғой былай, соны ағартып келеді. Одан кейін әйелдердің етеккірі ауыртып келетін, мысалы, одан кейін азайып келетін, сондай жағдайға көмектеседі. Сонымен достар, сіздерге міне толық таныстырдық. Сабын қайдан шыққанын даже мына іш қоректерімен де таныстырып отырмыз. Сабынның өзі ішіндегі осылай жүреді. Салмағы 100 грамм бұл сабынның. Міне соны ойлап шығарған профессорды таныстырып отырмыз. Және осы сабынды жүзеге асырып брендирует еткен Ардақ ханыммен де таныстырып отырмыз. Енді біздің мақсатымыз сіздерді осы қазақстандықтар тікелей заводпен тікелей байланыстырып, заводтың осы оптовый бағасымен алдырып беріп, және өздеріңіз қолданып, денсаулықтарыңызды осы табиғи өніммен, химиясыз, қоспасыз емделуге осындай жол көрсетіп отырмыз, достар. Сондықтан да осындай табиғи өніммен өздеріңізді және қасыңыздағы сіздердің жаныңыз ашитын адамдарға осыларды ұсыныңыздар. Сіздерге көп рахмет. Әлі де осындай жақсы табиғи өнімдер шығаруға бізде атсалысамыз. Бізде де Қазақстанда жақсы өсімдіктер көп. Сіздерге тек шығармашылық жетістіктер көп тілейміз.
Рахмет.